Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен денсаулық салатын жасау рецептімен бөлісемін. Үш қызылшаны текшелеп тураймыз. Үстіне 2 ас қасық зәйтүн майын құйып, араластырамыз. Қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Бір сәбізді үккіштен өткіземіз. Қиярды жолақшалап тураймыз. Қызанақты да жолақшалап тураймыз. Ақ желкенді ұсақтап тураймыз. Айсберг қырыққабатын жолақшалап тураймыз. Барлық қоспаны біріктіріп, үстіне бір сарымсақ бөлігін ұсақтап саламыз. Піскен қызылшаны қоямыз. Бір шай қасық қыша қосамыз. Екі ас қасық лимон шырынын құямыз. Бір шай қасық тұз. Және 2 ас қасық қаймақты салып, араластырамыз. Қатты ыдысқа салып, грек жаңғағымен және бөдене жұмыртқасымен безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Өз қалауларыңызға сәйкес безендірулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.